Бәріне сәлем, уже 35 апта болып қалдық. Роддомға кететін уақыт жақындаған сайын кәдімгідей қобалжып, қорқып, уайымдап жүрмін. Роддомға барлық сумкаларымды уже как-штык дайындап қойып қойдым осылай. Өз басым роддомға толғатып кетіп қалмай тұрған кезде үйлердің барлығын жуып, тазалап, терезелерді барлығын сүртіп кеткенді жақсы көремін. Мінекей бүгін енді ас бөлмеге кірсейін дедім. Бүкіл жер шашылып кеткен ғой. Мына жерде артық заттар тұр, мына жер үстіне деген тыға бергенбіз. Бүкіл заттарды білмеймін, енді керегі бар, керек емесі бар. Соның барлығын алып, өзіміз времянкамызға салып тастайын дедім. Баклажкаларды көршіміз сүт сатады, сол кісіге бере салайын дедік те, барлығын кірісіп, жинап, тазалап алдым ғой. Бір кірсем пысықтығым ұстап тоқтай алмай қалам ғой. Барлық енді керек емес заттар бар, оның ішінде керегі бар. Жинай бергенбіз ғой, білмеймін, әйел адамға бәрі керек па, білмеймін, сіздерде де солай ма. Сосын микроволновканың істемей тұрғанына бар ғой, 5-6 ай болған шығар. Бір рет істеттім, тағы да істемей қалды. Қой, бұны да шығарып тастайын, не істеймін дедім де, мына жақта орын алып тұр да, просто босқа. Сонымен мына жерде балалар деген май төккен ба, столдың үстіне барлығын қырып, жуып, тазалап, күштеп тұрып ағартып алдым. Кеселеріме шейін аппақ қылып жылтыратып жуып алдым ғой. Белім шыдатпай кетсе бола ма. Қой, енді кілемді алып келейік времянкадан деп, мына жакетімді киіп алдым да. Бізде ас бөлмеде ақ кілем бала үйге болмайды екен. Быт-шытын шығарып тастаған ғой балашыға. Сөйтіп кілемді алып келдік. Обедті де істеп үлгеріп жатырмын. Обедте бізде гречка осындай қайнатып бұқтырып қойдым. Бір кезде қайнағам тұрмайды ғой, мына жаққа келіп отырып алған. Қайнағамды алдап-сұлдап пирог пісіріп берем, тәтті тамақ деп сөйтіп шығарып салдық та. Енді мына жерді жинауымыз керек қой. Сөйтіп те ақ кілемнің бәрін жинастырып ана жаққа алып қойдық, енді жууға береміз деп. Полдардың барлығын сыпырып алдым. 2-3 рет жаңа белизна хлормен күштеп жуып тазаладым да, кілемді әкеп жайып, оның үстіне алаша жайып қойдық. Енді балалы үй болғасын төгіп шашады ғой деп. Столдарды пердеге шейін жуып кеткен, соны столды ақыр соңында ше отырып жудым. Әйтпесе белім деген шыдатпай ауырып кетті. Балам хорошо, что балам көмектесіп жүр. Ал ас бөлмем қалай шыққан, осылай күштеп тұрып жинастырып, бүкіл мусорларды тастайтын тастап, тығатын тығып тастадым. Соның арасында булочки ашытып қойған болатын, булочкиім, пирогым дайын болған. Тамақты, обедтерін барлығын беріп, қарындайын тойдырайын дедім де. Енді қарындар тоймаса мені жейді ғой деп, сонымен қой сүт шайымды беріп, бала-шағам барлығына обедтерін беріп алдым да, и на бардакты дальше жинадым. Одан перделерім жуылып шықты. Дальше перден барлығын іліп тастадым осылай. Қыздар, сіздерде де солай ма? Именно срок жақындаған кезде өстіп деген пысықтығымыз ұстап кетеді. Енді чайниктің ішін барлығын ағартып алайын деп жатырмын. Сіздер қалай ағартасыздар? Мен белизна құйып қойдым ішіне.